Ақын Фариза Оңғарсынованың естелігінен. Мұқағали екеуміз рухани өте жақын туыс адамдармыз. Сырттай тон пішуге келгенде алдарына жан салмайтын біреулер осы жайды алаулатып-жалаулатып Мұқағали мен Фаризаның арасында махаббат болған екен деген сияқты сөздің отына май құйды. Кейбіреулер, негізінен журналистер, Мұқағалидың маған деген тілеулестігін, сезімін қызғанып, халықтың арасында басқа пікір тарату мақсатында ойдан оқиғалар шығарған кездерде болды. Аға мен қарындастың, ақын мен ақынның бір-біріне деген шынайы ықыласына сүйсініп қызығудың орнына, қызғаныштың қызыл итін үргізуге тырысқандар өздерінің қара ниеттерінің жазасын Алла тағаладан алды да. Тахауи ағаның дастарханына Мұқағали шақырылмапты. Шамасы ішіп жүреді. Кеңес одағының түкпір-түкпірінен келген жоғары мәртебелі жазушылардың алдында ыңғайсыз мінез көрсетуі мүмкін деп ойлаған болулары керек. Мейрамхананың ас дайындайтын жағынан шыққан Мұқаң тура маған келіп, қолдарын екі иығыма қойған күйі: «Жүр!» деп зекірді. Әй жоқ, шәй жоқ. Столдың маған қарсы жағында отырғандар көріп қипалақтасып, біресе оған, біресе маған қарады. Мен бірден орнымнан тұрдым. Бұл ол кісімен үшінші рет кездесуім. Онда да жүрдім бардым, қысқа кездесулер. Қарлығашым келдің бе деген шағын жинағын бұрын жақсы көріп оқығанмын. Мені қолтықтап, асхана бақытындағы қабырғаның арғы жағына шыққасын тоқтады. Мен: «Я, аға, не айтасыз?» дедім бетіне қарап. «Бала, шеңберден шығу керек, шеңберден шығу керек» деп арқамнан қақты да, тағы да мені қолтықтап алып орныма әкеліп отырғызды. Стол басында отырғандардың біреуіне бас изеп болса да амандаспаған күйі бұрылып жүре берді.